біреуден барып ақша сұрау, ешкім әшейін бере салмайды ғой. Қалай дейді, мына спонсорға қызықты болу керек ол. Спонсорды біз қызықтыруымыз керек. Мысалға, маған дейін енді ана жігіттер келіп атады ғой ауылдан. Олар айтады, ана жерде бір көкеміз бар еді, ана жерде бір туысқан бар еді, ана жерде көрші бар еді, ана жерде класстасым бар, анау құдам, өткенде солар берді, анау 100 мың берді, анау 500 мың берді деген сияқты. Олар күнде бере бермейді ғой. Бір берер, екі берер, үш берер, қойшы мынаған бере салайыншы осы, келіп, не қыла береді, мейді жеп қойды деп мысалға. Бұл жерде ондай подход дұрыс емес. Құдам, ағам, класстасым деген болмайды. Бұл жерде бизнес подход болу керек. Конкретно жаңағыдай спонсорға деген ұсыныс болу керек. Маркетингтік жаңағыдай зерттеудің арқасында ол не үшін керек? Ол керек па футбол, керек емес? Мүмкін мысалға.